Серікжан деген бір жарты жыл бұрын пайда болды. Қазір анау монстр Қазақстанда мүйізді қарағайдай не бір блогерлер, не бір саясаткерлер, жазушылар, халықтың сүйікті адамдар бәрін бар ғой, бір-ақ шайнап түкіріп жатыр. Мұхтар Шахановты түкіре салды бәрі. Мұхтар Шахановты бар ғой, вообще езіп тастады. Бұлай қарасаң, ана Біләш кім? Мұхтар Шаханов кім? Бөкіл әлем мойындаған Мұхтар Шахановты бар ғой, бөкіл 72 тілге өлең аударылған, енді алған атағынан атүркөт, әлемде андай атақ алған адам жоқ. Бірақ шайнап түкіре салды. Абзал Құспан бөкіл Қазақстандағы ең абыройлы, ең авторитетный адвокат. Қазір халық жауы қылып жерді. Ана екеуміз шыққан интервьюді қарасаңдар, 1000 бәленбай комментарий бар, соның 90%-ы ана Абзалды бір адамды айта беретін болса, Абзалды халық жауы қылды, Қытайдың сатқыны, Қытайдың ұянын жеген, арам, Сайрагүлге үйттің, сен Сайрагүлге бүйттің, бітті халық жауы қылды. Басқаларында Аятжан деген жігіт бар, қаз білім, бәленбай 3-4 жыл бойы Facebook шулап жүрген, анан тіс шұқитын да көрген жоқ, шыбын құрылы көрген жоқ, Серікжан Біләш. Бұлай қарасаң, бір Қытайдың кеше ғана келген, ито айтып жүрген нәрсесінің бәрі қазаққа қарсы. Қазаққа қарсы істеп жүрген нәрсесін енді жүрек айналдырық нәрсе. Ананың ішінде Атажұрт деген қор ашылған, Шынай Қыдырәлі деген жігіт ашқан, қазақтарға көмектесеміз, келген оралмандарға жағдай жасап береміз, тұрған жеріне осындай адаптация болу үшін деген көптеген игі асқан, үлкен қоғам ашқан. Серікжан Біләш келді, соған кіріп, мүше болып келді, быт-жытын шығарып, анаған қасқыр араласқандай болды, анан Қыдырәлінің өзін лақтырып тастады, әгін ашқан жігітті, өзі отырып алды, Атажұртты тартып алды, соған кіріп кетті. Неге десең, қазір интернет пайдаланып жатыр да. 100 ба, 200 ба, 500 ба фейк аккаунт ашып тастаған. Кіретті. Көрсеңдер, астында 90% фейк деген 1371 комментарий, осыны қарап тұрсаңдар. Осының 1300-і Серікжандікі. 1300-і Серікжандікі, міне. Қараш, Қабылбектің суреттері жоқ. Сурет болса өтірік сурет қоя салады. Айдоллата, мына кісі осының 50 комментарий жазады бір адам. Айдон Ташқан, Доско неменен шағы. Мысалы, Әліп Қылеухан, Еғыр туралы айтқаныңыз, мынау біздікі екен да? Жоқ, жақсы айтқан. Міне, Самал, оны немене жоқ. Мен оқып шықтым да, 90% осы кімдікі. Бұл интернеттің құдіретін көрсетеді. Мөлде ешкім танымайтын қазаққа қас адам өзінің пиғылын жүргізіп жатыр. Нені құдіретімен? Енді Мұхтар Шахановты жеп қою деген, Абзал Құспанды, Аятжанды, басқа Қытайдан келген бір 300-дей немене бар өздері. 300 емес, одан да көп. Бәленбай 1000 шығар топтар ашып тастаған да. Қарсақ WhatsApp топтары бар, әрқайсысында мен біреуінде жүрдім, 100 бәленбай адам. Күндіз түні бірақ проблемасы бар, Серікжан Біләшті қалай тоқтатамыз деген. Осындай 10-20 топ ашып тастаған, әрқайсысында 200-ден 150-ден адамдар бар. 10-20 топ. Бәрі жабылып, анаға шамасы жетпей жатыр. Мен бір айдай отырдым. Күндіз күннің проблемасы, мына Серікжан Біләшті қалай тоқтатамыз. Алтайдың қазақтары, Құлжаның қазақтары жиналып алған. Енді солардың ақылы жетпейді, әрқайсы соны немене жасап тастағанға. Жаңа фейк ашып тастап, анау бірдеңке ашса талау керек. Бәрі шошиды анаған тиіскенге. Бұл немененің жаңа құралды бар ғой, интернетті неменеге де пайдалануға болады екен, игілікке де пайдалануға болады. Ана мысалда күрекпен жерді қазуға болады, адам өлтіруге болады деген сияқты. Жер қазып, бақ шегіп, арам шөпті өлтіріп немедіге болады. Сол сияқты енді давай игілікке пайдаланайық. Серікжан Біләшқа тиіссең, сен анаусың, Серікжан Біләштің тырнағына татымайсың, ол халық батыры, ол елім деген еңірегенде етегі толған ер, ақ көк жазатындар. Сөйте, мен қарасам қазақтағы, мысалы, Сараш Қоңырбаева деген профессор, университеттің мұғалімі, өтті сауатты адам, күндіз-түні Серікжан Біләштің демесін жыртатын болып кетті, жыртысын. Елмен жауласып, сол сияқты бір 20, одан да көп, 100 шақты адам, соны анаға өйткені қанша көп адам айта бергеннен кейін, айтады, шындығында да мынада бірдеңке бар шығар деп. Соң ары қарай тыңдайды, біраз сөзін тыңдайды да, сол Серікжан Біләш болып кетті. Сараш Қоңырбаева бар, тағы да көптеген азаматтар бар. Бәрі айтады, бәрін түсінем, бірақ мына кісі шынымен қазақтың қамын жеп жүр деп. Сондықтан интернетті қатты меңгеру керек.